Қанат Әлжапаров және Қорқыт құрамасынан Асылхан. Сонымен бірінші болып бастайтын Ақылбек. Ал, біріншісі, атын ұмытып қала беретін склероз Талғат Сомға Нұрбек болып жұмысқа тұрып алыпты. Келген клиенттерге өзін Марат деп таныстырады екен. Негізі оның аты Балтабай. Екіншісін оқи берейін ба, Амантай аға? Екінші. Амантай аға дегенге, деген кішесі. Сайлауға үміткер болып түскен Әміржан Қосановтың туған күні 1 апрель екен. Оқуға грантқа түскен списоктардың арасынан өзінің атын 2 сағат іздеген жігіт қазір әскерде. Палшандармен шаншар көріп отыр. Блогер ерлі зайыптылар ажырасып кеткен ғой енді 2 блогер. Сөйтіп сотта айқайласып жатыр, подписчиктерді бөлісе алмай. Бір-біріңізді қолдап тұрыңыздар, расымен де қолдап тұрайық. Бір ұятсыз маса тек қыздардың санын шағады екен. Біз көрерменімізбен келдік. Ол жыртылатын әзіл ғой. Керек емес оған. Бір алтын балық ұстап алған ағамыз алтын балық ұстап алған кезде алтын балық тұрып, 3 тілегіңді айт деген ғой, сөйтсе 2 тілектен кейін мас болып қапты. Біз чемпион сияқтымыз. Үшінші, бір істі бастаса аяғына дейін жеткізбейтін ағамыздың әйелі бар, бала шағасы жоқ. Бұл көлік жуушы Мәлік, оның неге көңіл күйі жоқ. Бұл биші Жұпар, бұл неге көңіл күйі жоқ, қабағы түсіп тұр. Бұл Серік, неге бір түрлі болып тұр. Бұл Берік, жұрттың бәріне не болған? Егерде Бүркіт пен Айшаны тойға шақырсаңыз, Айшаға ғана билет аласыз, Бүркіт ұшып келеді. Жақсы, жалғастырамыз. Асылхан Дүкенбаев. Қазіргі елімізде болып жатқан соңғы жағдайға байланысты осындай мақалдар айтуға болатын шығар. Маск тақпаған адамдардың аузына ақ ит кіріп ковид шығады. Екінші. Баласының басынан ұра беретін ағамыз баскетболист болып кетті. Атау септік кім не, ілік септік кімнің ненің, антисептік қайда бар ма? Темекі шегетін кенгурудың қалтасы мақорк болады екен. Және осы мақалдарды жаңағы карантин режимде осылай ауыстыруға болады. Етке, маска бетке. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60 жастағы қария маска тағып отыр. Жақсы. Қазір ақылдасып, біреуің енді бір команданы атасаңыз, сол командамен әзірше келесі сайысқа дейін қоштасатын боламыз уақытша, ал 2 команда сайысты одан әрі жалғастыратын болады. Сонымен кіммен қоштасамыз? Қай команда? Бірінші команда немесе үшінші команда? Енді екінші команда қалатын шығар. Қорқыт, рахмет. Қорқыт, рахмет дейді. Жақсы, екінші айналым әуенді. Әзіл, Ақылбек, аралас. 42.500 теңгені берген кезде хит болған ән. Үкіметім менің, соғады сен деп жүрегім. Болды. Екінші әуен тұрақсыз баланың әні. Бокстан шығып күреске бардым, күрестен шығып дзюдоға бардым, дзюдодан шығып джиу-джитсуға бардым, джиу-джитсудан шығып шашкаге бардым, шашкаден шығып футболға бардым, футболдан шығып шахматқа бардым. Мамамда ұрысты, папамда ұрысты, сөйтіп мен олар медресеге жіберді.
болды. Жақсы, жалғастырайық. Тағы біреу. Иә. Тағы біреу. Парацетамолға арналған ән. Анда барам жоқ, жоқ, мында барам жоқ, жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Астанада жоқ, жоқ, Алматыда жоқ, жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Ауырып тұрмын. Жақсы, жалғастырайық. Қанат, Елорда құрамасы. Давай, бастайын, иә. Шапалақты ұрып қаспенен, жүру керек қазір қаспенен, вирусты емдейтін спирт болса, болайын сен үшін мен мас күннем, дейді. Сен неге жақсы ән айтады екенсің ғой, нағып әзіленем дейтпейсің? Айтқанда негізі бұлай айтылмайды ғой. Байқамай, антисептик ішіп қойған ағамыздың әні. Достар, жүрсін қайда? Үшінші. Инелек мен шегіртке бір-біріне қарама-қарсы ұшып келе жатқан кезде, лоп-налоп соғысқанда шегірткенің айтқаны: байламайсың ба? 90% шегіртке қазір алаяқ. Не қалай еді? Әнші. Қайсы ән, қайсы не өп кетті? Қанат, сен түсінбей қалдық қой. Мен как кубыққа мұқтаж емес. Ал екі команда арасындағы сайысты, қазір алқасы екі кіші кубок, екінші сайыс бойынша біз араластың ән тыңдадық, және Елорда құрамасында ән тыңдадық. Сомен? Екі командаға бөліп береміз. Бір-бірден. Жақсы. Екі командаға да бір-бір кіші кубоктан араласқа бір кубок, және Елорда құрамасына бір кіші кубок. Сомен Елорда құрамасында 4 кіші кубок бар, және аралас құрамасында 2 кіші кубок, ал Қорқыт құрамасында 1 кіші кубокқа ие болды. Жақсы, рахмет. Асқақ, бірлігі бекем, еңсесі биік қалыппыз. Сондықтан бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, қиындықты да бірге еңсереміз деп сенемін. Басты тойларымыз әлі алда. 4 құбыламыз түгелі болсын, ағайын, біз біргеміз деді.